أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, ағалар, бауырлар, Алла Тағала қабыл қылсын, оқыған намаз ғибадаттарымызды қабыл етсін, қылған дұғаларымызды Алла Тағала қабыл қылсын. Бүгін хадисті бастамай тұрып, бір нәпіл намаз туралы айтпақшымын. Адам баласы ғұсыл алғаннан кейін, бой дәрет қылғаннан кейін, немесе яки сырт дәрет жаңартқаннан кейін оқылатын 2 рекағаттық нәпіл намаз бар. Көбіміз білеміз. Қайталап айтқаннан пайда бар, себебі басқа кісілер де қарайды. Ол намаздың аты қалай еді? Дәрет шүкір намазы, тахарат шүкір намазы деп айтылады. Бұл қазақша версиясы ғой, енді қазақша, арабша несі тахарат шүкір деп айтылады, дәрет шүкір деп айтылады намаз, 2 рекағаттық намаз. Бұл туралы хадистер бар, сахих хадистер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді, осы намаз туралы: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. имам Муслим риwayat қылған. Мағынасы кімде-кім бір мұсылман жақсылап тұрып, әдемі, кәміл, толық түрде дәретін жаңартып, дәретін алып тастап, дәреті бар тағы басқа. Кейін 2 рекағат намаз оқыса, дәрет алып болғаннан кейін, жүзін және жүрегін, рухын, руханиятын, ішкі дүниесін шынайы махаббатпен, ықыласпен, хушуъпен Алладан қорқып, сөйтіп жүзін, қалбін құблаға бұрып 2 рекағат намаз оқыса, илля ваджабат лахул жанна, пайғамбар айтты дейді, ол адамға жұмақ уәжіп болады, міндетті болады. Ол намаз сол жаңағы дәрет шүкір намазы, тахарат шүкір намазы, 2 рекағаттық. Келесі хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні таң намазын жамағатпен оқып болғаннан кейін, жамағатқа қарап, ішінен Билал радиаллаху анхуды шақырды дейді. Билал радиаллаху анху мындай келді, шақырып алды дейді. Сөйтіп Билал радиаллаху анхуға былай деп айтады пайғамбарымыз: сен бір амал жасап жүрсің дейді. Бір қосымша бір амалың бар, соны бізге айт дейді. Мұны айналаңдағы бауырларың, достарың, сахабалар, бұлар білмейді екен оны. Сен бірақ жасап жүрсің. Айт маған бұны дейді. Онда Билал радиаллаху анху айтады ғой: я Алла Расул, сіз нені үйреткен болсаңыз, соны ғана жасаймыз, артық нәрсе жасамаймыз. Кешіріңіз, я Алла Расулы деп не қылады енді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді екен: фа инни сами'ту лейла хашфан алейк бейна ядайя фил жанна. Бұл түні Алла Тағала маған жұмақты көрсетті. Сол жұмаққа кірсем, сенің аяқ киімің бар ғой, соның дыбыстарын естідім жұмақта. Басқа бір риwayatта жұмақта сен аяғының іздерін көрдім. Яғни менен бұрын кіріп кетіпсің жұмаққа. Демек сен бір нәрсе жасап жүрсің. Достарың, бауырларың білмейтін бір нәрсе жасап жүрсің. Аллаға ұнаған сондай бір амалың бар. Айт, ол не дейді? Сонда Билал радиаллаху анху былай деп айтады екен: я Алла Расулы, кешіресіз, енді сіз не үйретсеңіз, соны жасаймыз, бірақ мынандай бір амалым бар. Әрбір дәрет алған сайын, әр дәрет алып келген кезде үсті басымды жаңағы сүртпей, бұл жерде мағына, яғни тездетіп деген сөз ғой, араға көп уақыт кіргізбей жүрмеймін, анда-мында әңгімелесіп, анау-мынау жоқ. Дәретті қалай жаңарттым, сразу 2 рекағат намаз оқимын деп айтқан екен. Билал радиаллаху анху, міне осы намаз. Бұны біздің қазақша тілмен айтқан дәрет шүкір намаз дейді, немесе тахарат шүкір намазы дейді. Бар намаз. Қылмай жүрген кісілер болса, қылсаңыз сауабы міне. Бірақ маңыздысы, мына нәрсені айтайық, уақытқа қарау керек. Намаздың оқылмайтын уақыттары бар, мәкрух уақыттар. Намаз оқып тұрмын деп ойлайсыз, сауап жинап тұрмын деп ойлайсыз, жоқ, күнә жинап тұрасыз керісінше. Сондай оқылмайтын уақыттар бар. Оны айтқанмыз, сол жаққа кірмейік, шыға алмай қоямыз. Уақыт ұзарып кетеді. Соған мән беріңіз. Сол намаздың оқылатын жаңағы уақыты болса, мәкрух емес уақыт болса, оқып алыңыз. Үшінші риwayat, жаңағы намазға байланысты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: жақсылап дәрет алып,
кәміл дәрет, толық дәретті алғаннан кейін, дәрет алып болғаннан кейін уасуассыз 2 ракағат намаз оқыған адамның күнәлары кешіріліп кетеді дейді. Бухариде. Мына айтылған 3 риwayat имам Бухариде, имам Муслимде, имам Абу Даудта. Сахих хадис. Енді қалай оқылады? Ұстаз, сұрақ, қалай оқимыз? Дәретіңіз жаңартып келдіңіз бе? Сүртінсеңіз болады, ол проблема жоқ. Жаңа айтылған нәрсе ол уақыт кіргізбейтін болған ғой араға. Билал радиаллаху анху барынша тез оқып тастайтын болған. Абзал да сол. Келесізде ниет етесіз 2 ракағат нәпілге дейсізде Аллаху акбар, жаңағы 1-ші ракағатқа сана дұғасы, сосын аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, Фатиха сүресі, Зәм сүреге Қадыр сүресін оққан жақсы. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Білсеңіз, білмесеңіз, Құранда Алла Тағала айтқандай, фақрау ма таяссара минал Құран, Құраннан өздеріңізге, сендерге қайсысы жеңіл болады, оқи беріңдер. Бірақ білетін кісіге қатесіз оқитын адамға Қадыр сүресін оққан жақсы 1-ші ракағатқа. 2-ші ракағатқа Ихлас сүресі. Сосын нәпілдерде бір сүрені қайталап оқи берсе болады, проблем жоқ. 2 ракағатта. Иә, 2 болсын, 4 болсын, 1-ші ракағатқа Қадыр сүресін 1000 рет оқысаңыз да болады, проблем жоқ. Бірақ парыздарда болмайды. Түсінікті ме? Сол үшін Қадыр сүресін 1-ші ракағатқа 5 рет, 2-ші ракағатқа 3 рет оқысаңыз да болады. Бір сүрені қайталап оқи берсеңіз болады. Ошым Қадыр оқылғаны жақсы осы сүренің. Білмесеңіз Қадыр сүресін 1-ші ракағатқа Кәусар, стандарт бәріміздің білетін Кәусар сүресі. Біз ұстаздар айтатын, ай Кәусар, Алла сенен разы болсын. Егер сен мынау Ихлас, Кәусар, Фалақ, Нас деген сүрелер болмағанда, кілең Бақара сүресі болса, 50 бет, 60 бет, 70 бет сияқты сүрелер кетсе, кім оқиды мысалы? Сол үшін Алла разы болсын Кәусар, Алла разы болсын Ихлас, Фалақ, Нас деп айтатын әлгі ұстазымыз. Иман досын қайтыс болып кетті. Сол Кәусар мен Ихласты оқысаңыз болады. Немесе Кафирун мен Ихлас. Негізі көбінесе пайғамбарымыз осы сүрелерді көп оққан нәпілдерге. Таң намазын 2 ракағат сүннеті бар ғой. Соған көбінесе Кафирун мен Ихласты оққан. Фатима анамыздан жеткен риwayatта, Айша анамыздан жеткен риwayatта сондай қысқа оқитын еді дейді. Фатима анамыз айтады, мен ойлап қалатын едім, әкем, яғни пайғамбар Мұхаммед Мұса саллаллаху алейхи ва саллям 2 ракағат сүннет намазды Фатиханы оқуға ұмытып кетті ме деп ойлап қалатын едім дейді. Яғни қысқа сүрелерді оқитын еді, қысқа сүрелерді. Таң намазға байланысты болды. Ал парызға оқысаңыз болады. Түсінікті ғой? Ал бұл неге айтып жатыр бұл? 2 ракағаттық нәпіл намазы, осы намаздан кейін қылынатын дұға бар. Именно кімдер үшін? Белгілі бір адамдар үшін. Бізде тема әке шеше туралы. Ата, ана, соларға құрмет, ағайын, тума, туыс, тағы басқа. Біздің тема сол, басталған сабақ сол. Осы 2 ракағатты оққаннан кейін бірінші әке шешеңізге дұға қыласыз. Осы намаздан болған сауапты соларға бағыштайсыз. Иә, сол үшін бір жағынан оқылады осы намаз. Қайтыс болып кетсе, аруақтарына, жатқан жерлеріне, жаны жәннатта болсын деп, тірі жүрсе өмір жассан ұзақ қыл Аллахым деп, олардың күнәсін кешір деп, Робби ғуфирли, қайтыс болып кеткеніне де, тіресіне де Робби ғуфирли вали валидайя дұғасы қылынай береді. Сосын басшыларға, елді басқарып отқан, оларға инсаф тауфиқ бер Аллахым, тура пәтуаларды, тура нәрселерді, шешімдерді қабылдасын деген сияқты. Ағайын тумалар кіріп кетеді. Осы дұға қылынады. Жаңағы 2 ракағаттық дәрет шүкір намазынан кейін қылынатын дұға. Қабыл болады 100%. Соларға арнап арнайы дұға қылынады. Ал тоқтаған жерімізді жалғастырайық. Түсінікті болды ғой, жамағат? 2 ракағат, 4, 6, 7, 10 деген жоқпыз. 2 ракағат қылынады. Азан шақырылмайды, қамат айтылмайды. Онда айтып қояды. Ал тоқтаған жерімізден жалғастырамыз. 11-ші хадис былай делінеді. Шахида ибн Умар радиаллаху анхума раджулан яманиян ятуфу бил бейти хамала уммаху вара'a захрихи яқул. Ибн Умар радиаллаху анхума, яғни Хазрет Умар радиаллаху анхуның баласы кім еді? Абдулла радиаллаху анху бір күні көрді дейді. Қабаны таваф қылып жатырып, бұл сахаба көреді екен. Кімді? Яманиян, Емен деген жерден келген бір жас жігітті көрген екен. Бірақ бұл кісі, жас жігіт, анасын арқалап алып, таваф қылып жатыр дейді Қабаны. Және мына бір сөздерді айтып жатыр дейді, өлең шумақтарын. Инни лаха ба'iруha al-mudhallalu in uz'irat rikabuha lam uz'ari
деп осы сөздерді айтып жатыр дейді. Айналып тауаф қылып, анасын көтеріп алып. Мағынасы, мен анамның тіл алғыш түйесімін. Көтеріп алған мен анасын. Мен анама бағынған бір түйемін. Ин уз'ират рикабуха лам уз'ари, басқалардың түйесі шашаса, мен анамның шашамайтын түйесімін деп көтеріп алып тауафты беріп жатыр дейді, жаңағы ұрып жатыр дейді, Кабаны айналып жатыр дейді. Сол тауафын қылып болғаннан кейін Омар радиаллаху анхуның қасына жақындап, жаңағы жас жігіт анасын көтеріп тауаф қылған қажылыққа келген. Қала былай деп айтты дейді. Я ибн Умар, ей Омар радиаллаху анхуның баласы, Абдулла радиаллаху анху, атурани жазайтуха, мен осылай жасауыммен анамды әкелдім көтеріп, және тауаф қылдым, және көтеріп алып кетемін ауылға, елге. Осылай жасаумен анамды разы қылған болам ба, сол анамның ақысын өтеген болам ба деп сұрадым дейді. Қала сол кезде Ибн Умар радиаллаху анхума сахаба былай деп жауап берді. Лә, жоқ. Қараңызшы. Жоқ. Ақысын жаңа өтеген болмайсың. Уала бизафратин вахидатин, және де сені анаң сені дүниеге әкеліп жатқан уақытта, сәтте қиналып, дыбыстар шығарды ғой, босанып жатқан уақытта. Сол бір дыбысында өтеген болмайсың дейді. Сумма тафа ибн Умар, сөйтіп айтқаннан кейін Омар радиаллаху анхуның баласы Абдулла радиаллаху анху тауафын жалғастырып жасады да, фаатал мақама фасала ракаатайни, Ибрахим, мақам Ибрахим алейхиссаламның мақамы Ибрахимге келіп, екі ракағат намаз оқыды. ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما, және бүйтіп айтты дейді. Әрбір оқылған екі ракағаттық намаз бұрын жасап кеткен, өтіп кеткен күнәлардың барлығын орнын басады, яғни кешіреді, соның кешіріліп кетуіне себеп болады деп осы нәрсені айтты дейді, екі ракағаттық намаз. Келесі хадис. Бұл жерде Абу Хурайра радиаллаху анху айтылады. Иә. Бірақ бұл хадисті бастамай тұрып, бұл сахаба туралы қысқаша бір ақпарат берейік. Абу Хурайра радиаллаху анху. Шын есімі кім? Бұл сахабаның ең көп хадис жеткізген сахаба. Әл-Муксирун деген нәрсе бар. Дінімізде 7 адам бар, ең көп хадис риваят еткен. Соның біреуі. 5374 хадисті риваят еткен бір риваятта. Яғни қайталанатын хадистердің барлығын қосқанда 5374 хадисті риваят қылған сахаба. Шын есімі Абдуррахман бин Сахр радиаллаху анху. Бұрынғы есімі Абдуш-Шамс болған екен. Абдуш-Шамс бірінші аты. Бұның мағынасы күннің құлы деген сөз. Бірінші есімі сондай болған. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам атын өзгертіп береді. Абдуррахман деп бір риваятта Абдулла, күннің құлы емессің сен. Бүгіннен бастап мұсылман болдың ғой. Енді Абдулла болдың сен. Алланың құлы болдың деп ауыстырып берген. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты оған? Я Абу Хурайра. Абу Хурайра деген есімді қосып берді. Бұл кісі мысықтарды өте жақсы көреді екен. Жаңағы шапаны сол жеңі кең болған. Бір жағына кітаптарын салып алады екен шапанының. Бір жағына көшеде жатқан мысықтар бар кішкентай. Солар жинап салып алады екен. Сөйтіп көтеріп жүреді дейді. Өте қатты жақсы көреді. Басқа бір риваятта басына, мына мойнына, иығына қойып қояды екен мысықты. Содан пайғамбарымыз көріп, я Абу Хурайра деп атаған ғой. Ей мысықтардың атасы деп. Сөйтіп қалып кеткен есімі. Негізгі шын аты Абдуррахман бин Сахр. Көбісі біле бермейді. Абу Хурайра дегенді бәрі танып жатады, ойбай танимыз деп. Негізгі есімі Абдуррахман бин Сахр. Бұл кісі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында 4 жылдай уақыт қалады. Дей тұра сол 4 жылдың ішінде ең көп хадис риваят еткендердің қатарына кіреді. Анасы мұсылман болмайды. Бастапқы уақыттарда көп қарсы келетін болады баласына. Бірақ Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарға барып, саллаллаху алейхи вассаламға дұға сұрайды. Алланың Расулы, сіз дұғаңыз қабыл, дұғаңыз мұстажаб, мақбул, 100% қабыл. Анам үшін дұға қылыңызшы, ол кісі де мұсылман болсыншы дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылады. Хидаятты нәсіп ете, Аллахым тура жолды нәсіп қыл анасына Абу Хурайраның дегеннен кейін Абу Хурайра радиаллаху анху жүгіріп барады үйіне. Барса анасы мұсылман болған екен, дінді қабылдаған. Басқа бір риваятта есікті қағып үйге келген кезде ашпай тұр дейді. Бір бой дәретін балайын дейді. Енді аш есікті дейді. Мен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды мойындадым,
калима таухид, калима шахадатын айтып мұсылман болады, баласының көзінше. Сөйтіп жаңағы баласы Абу Хурайра радиаллаху анху қайттан пайғамбарға жүгіріп барады да тағы да дұға сұрайды ғой. Я Алланың Расулы, бүкіл мұминдер мені және анамды жақсы көрсін деп дұға сұрайды. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылады. Аллахым Абу Хурайра мен анасын бүкіл мұминдерге сүйікті ет дейді. Жақсы көрсін олар дейді. Сосын Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, сол дұғадан кейін менің айналамдағы адамдардың барлығы мен жақсы көретін болдым, мен де оларды жақсы көретін болдым. Және әлі күнге дейін жақсы көреміз ғой. Бәрі таниды ғой. Мұсылмандардың барлығы десек те болады, мұминдердің барлығы Абу Хурайра радиаллаху анхуды біледі. Білмейтін мұмин жоқ. Абу Хурайра радиаллаху анху деп білмесе де Абдуррахман бин Сахр деп те біледі. Ошын не болса да, сіз мұсылмансыз ба, мұминсіз ба, я имамнан, я ұстаздан, я уағызшыдан, я бір кітапты оқыған кезде, я хадисті ашқан кезде бәрібір де сол кісінің атын оқисыз. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен риуаят дейді. Бәрібір де шығады алдыңыздан. Танисыз. Көрдіңіз бе, әлі күнге дейін мұмин мұсылмандар барлығы жақсы көреді. Бүкіл сахабалар жақсы көреміз. Дей тұра соның ішінде Абу Хурайра радиаллаху анхуға бөлек бір несі бар енді бұл кісінің. Асхабу суффадан болған бұл кісі. Немесе әхлу суффа деп айтады. Пайғамбарымыздың мешітінде қалып дәріс алған шәкірттерден біреу болған. Айша анамыздан радиаллаху анхадан сахабалар келіп, кісілер келіп сұрайды екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ең жақсы кім таниды, кім біледі деген кезде Айша анамыз Абу Хурайра радиаллаху анхуды көрсетеді екен. Міне мына кісі деп. Пайғамбарды ең жақсы танитын осы кісі деп. Мына бір хадистердің келуіне, риуаят етілуіне себепші болған кісі бұл Абу Хурайра радиаллаху анху. Мысалы, мына бір хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Мен қала алейя ма лам aqul фальятабауа мақадаху минан нар." Бұл пайғамбардың сөзі. Бұны риуаят еткен сахаба осы Абу Хурайра радиаллаху анху. Мағынасы, пайғамбар айтты, кім менің атымды жамылып, пайғамбар айтты деп менің айтпағанымды айтатын болса, қазір бар ғой сондай. Пайғамбар айтты дейді де, бірақ өтірік айтады, жала жауады пайғамбарға. Сол адам фальятабауа мақадаху минан нар, қазірден бастап тозақтан орнын дайындай берсін дейді. О нетін нәрсе емес. Әрбір көрген нәрсені астында жазылып тұрмаса, қай кітапта, қай хадисші, мұхаддис риуаят етті, қай кітапта деп адресі жазылмаса, әр оққан хадиске сене бермеңіздер. Көп қой WhatsApp-пен немен таралып кетеді жаңағы. Пайғамбар айтты дейді де, ойбай сенесіз пайғамбар айтты деп жазылғасын. Сосын оқисыз, бірақ соңында сілтеме жоқ. Бір адрес жоқ. Бір адрес кітап болса ашып қарайсыз точно ма деп. Сол үшін біз әр сөзге бір адресті айтып отқанымыз сол. Осы кітапта мынандай жерде мынандай имам риуаят етті деп. Ондай болмаса сене бермеңіздер. Оны жазып бастаған өтірікті сол бастаған адам ең күнәнің көкесі соған түседі. Пайғамбар атын жамылып өтірік таратып жібергені үшін. Және сіз оны білмейсіз, оқып алдыңызда сізді сықайтып, жаңағы құдай тамақта немесе жаңағы тойда бір үйленіп жатады, сол жақта ұрып жүрсіз жаңағы хадисті қанша уақыт күннен бері мысалы пайғамбар айтты деп. Бірақ сіз оны оқып алғансыз қате бір жерден, дұрыс емес, источниктен оқып алғансыз. Ол дұрыс емес, ол сізге де күнә жазылып қалуы мүмкін. Себебі ол жайылып бара жатыр да. Алла Құранда не дейді? Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Соған бару керек, білім иелеріне барып сұрау керек, солардан тыңдау керек, солардан үйрену керек. Қала қила деген нәрсе жүрмейді дейді ғалымдар. Ол не? Ана көршім айтқан еді, мынадан естіген едім деп дін келген жоқ олай дейді. Дін қалай келді? Достоверный келді. Ұстаздармен, пайғамбар бастап, сахабалар, табиғин, ғалым ғұламалар деп мощный келді дін. Ал хадистер қалай жазылды? Хадистерді жазу үшін имам Бухари рахметулла алейх, анау бірінші сабақта айтқанбыз. Қалай жазды, қаншама хадис білді. Сол кісі бір хадисті жазу үшін кітабына енді біреуден риуаят ету керек қой. 108 немесе 110 жаңағы ұстаздан хадисті риуаят етті деп айттық, дұрыс па? Сол бір кісіге барады, содан хадисті риуаят қылу үшін жаңа қаншама шақырым кетеді. Сөйтіп бір кісіге барады екен. Ол туралы басқа адамдар айтқан екен имам Бухариге. Ол адам хадис біледі, пайғамбардан естіген бір хадисі бар. Аталарынан келе жатыр, немесе ұстаздарынан естіп келе жатыр.
Соны білет деген кезде имам Бухари жеп жатқан тамағын, жаңағы барлық нәрсесін тастап, жолға қойылып, жаңағы адамға барады, ана хадисті есту үшін, және кітапқа жазу үшін. Бірақ қалай тексерген білесіздер ме? Әр хадисті жазу үшін кітапқа қалай тексерген? Ана адамның үйіне кірмей тұрып, жайлап шарбағынан ішке қарата кіреді, ана кісі үйінен сыртқа шығады екен, ана имамды байқап тұрған жоқ келгенін. Сол қолында шелегі бар дейді, ыдысы. Ана бір бұрышта жылқысы тұрады екен, жылқысы. Немесе басқа риwayatта түйесі, маңызды емес, ол бір хайуан тұр, шын айтқанда. Соны шақырады дейді, кел деп. Бірақ ыдыстың ішінде тамақ жоқ. Алдап шақырып тұр да былай, ыдысты көрсетіп, жаңа шелекті көрсетіп. Ана түйесі, жаңа жылқысы көріп, алданып келеді екен жаңағы адамға. Соны көрген имам Бухари айтады ғой, мынау жылқысын, түйесін алдап тұрған мына адам бізді де алдап кетуі мүмкін дейді де, қайттан бұрылып кетіп қалады, жаңа хадисті алмайды, тыңдамайды. Сөйтіп тексерген, детально тексеріп барып жазған бәрін. Және жазған сайын дәрет алу былай тұрсын, бой дәрет алып, 2 рекағат истихара намазын оқып, сосын түнде Алла тағала өзі аян қылып көрсетеді екен. Мына хадисті жаз, мынаны жазба деп. Сөйтіп жазылған кітаптар мыналар. Мына кітап. Содан оқып беріп жатырық. Мысалы, адамның басы ауырса, любой сырттағы бір адам келіп, мына дәріні іш десе, сразу ішпейсіз. Өлсеңіз де ішпейсіз. Іздейсіз. Ең болмаса шейх Google, шейх YouTube'қа кіріп іздейсіз, мына дәрі не үшін ішіледі. Кімдерге болады, кімдерге болмайды. Бала емгізетіндерге бола ма, жүкті әйелдерге бола ма, бәрін қарайсың ғой. Өліп қалмау үшін. Бірақ дінге келген кезде хадис дегенде любойдан тыңдай бересіздер де. Ол болмайды ол. Ол болмайды. Доктор шатасса, жаныңнан алады дейді. Өліп кету мүмкінсің. Молда шатасса, 2 дүниеңді бүлдіріп жүреді, бітіш шығарып жүреді. Ана дүниеңді бітіш шығарып жүреді. Маңызды болған ақыретіңді бітіш шығарып жүреді. Сол үшін молдаға келгенде любой молданы таңдай береміз. Мұны өткізе береді, Фатиха мен Ихласты білсе болды, ол келсін, өткізсін деп отырғызып қоямыз. Бірақ ауырсақ, тойға бір тамады іздесек, күштілерін іздейміз де, мықтыларын кәдімгі іздеп тұрып, таңдап тұрып әкелеміз. Ұстаздарды да қарау керек. Бәрі бірдей емес. Біреу 10 жыл оқыған, біреу 20 жыл оқыған, біреу кеше бастаған. Қарау керек дәрежелеріне. Және сұрау керек, ұстаз, сіздің ұстазыңыз кім еді? Оның ұстазы кім еді? Деп ол сізге силсиласын, алтын тізбегін көрсетіп беру керек сізге. Мен мына кісіден алдым, ол кісі мынадан алды деп. Сол үшін мына дәрісті бастамай тұрып біз айттық, бұл кітапты біз кімнен оқыдық? Шейх Муаффақ әл-Мурабиа деген кісіден оқыдық. Сириялық ғалым, Түркияда жүрген кезде ол Сириядан көшіп кетті ол кісі. Алла өмір жасын ұзақ қылсын. Сол кісіден оқыдық, Аллаға шүкір. Және рұқсат қағазын алдық, бұл кітапты оқытай берсең болады деді. Ол кісі пайғамбарымыз тікелей ұрпағы. Абу Хурайра радиаллаху анху. Және бұл кісі былай дейді, басқа бір риwayatта имам Бухари риwayat қылған сахих хадис. Хафизту мин Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям у'аайн. Пайғамбардан мен 2 қап ілім алдым дейді. Алған ілімдерімді 2 қапқа толтырып жинадым, 2 ыдысқа, 2 қапқа. Фаамма ахадухума фабасаттуху. Мына бірінші қапқа келетін болсақ, осыдан сіздерге тараттым дейді. Айттым дейді. Намазы бар, зекеті бар, ағайын тума-туыс, қарым-қатынас, тағы басқа оразасы бар, қажылығы бар. В общем, хадистердің барлығын сіздерге айттым дейді. Міне оқып отырмын хадистерді. Бірақ ва аммал ахару, екіншісіне келетін болсақ, фалау басаттуху лақутиа хадал бул'ум. Мынадан тарататын болсам сіздерге дейді. Абу Хурайра адасты деп, мына мойнымды кесіп өлтіріп тастайтын едімдерін дейді. Бірақ мынадан мен таратқан жоқпын дейді. Мына ілім өзімде қалды дейді. Демек пайғамбардың 4 жылдың ішінде сондай ілімдер алған, мына жақтан бәріне таратып жүрдім дейді. Оқып отырмыз, бірақ мынаны таратқан жоқпын, айтқан жоқпын дейді мына кітап, мына жақтан. Бірақ кейбіреулерін айтқан намек қылып, осындай жылдар мынандай болады, осындай жерлерге мынандай бір жас жігіт келеді, бәрін білдіреді деп айтып кеткен мына жақтан. Сол үшін қазіргі ғалым ғұламалар осы қандай ілім деп жайлап қызығады ғой енді. Сол кейбір ғалымдар айтқан, бұл тасауф ілімі деп айтқан. Қазіргі сопылық ілімі ал керек болса. Көбісі жаман дейді, жаман деп. Жаман демесе. Жазылған тасауф ілімі дейді. Яғни рухани ілім дейді. Ішкі дүниенің ілімі. Айтылып кеткен мына жақта дейді. Сондай нәрселер де бар. Бұл сахаба жаттаған нәрсесін ұмытпайтын болған, жаңа хадистерді жазып отырмайды, жаттап болатын болған, нүктесімен, үтірімен білетін болған. Сосын сұрайды ғой, қасындағы достар, біз жазып отырамыз,
Сен жазбайсың, жаттап аласың. Бұндай дәрежеге қалай жеттің дегенде, бұл да имам Бухариде айтылады жаңағы. Имам Бухари риуаят етеді бұл нәрсені, оқиғаны. Пайғамбарымыз бір күні маған айтты дейді, мына шапаныңды аш деп айтты дейді. Шапаныңды аш деп. Басқа бір риуаятта шапаныңды шығар да жерге төсе деп айтты дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапанын ашып тұрып деп үрледі дейді ішіме. Сосын мына шапаныңды жап деп айтты. Жаптым. Содан кейін жаттаған нәрсемді, жаңағы естіген нәрсемді, хадисті ешқашан да ұмытпайтын болдым дейді. Пайғамбардың бір түкірігімен, бір дем салуымен. Мұғжизасы. Бүкіл хадис пайғамбардың бір түкірігімен нетіп тұр ғой, көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл адамға мынандай бір атақ қойылған, есім қойылған. Ұмытып қалуды ұмытқан кісі деп айтылады. Ұмытып қалуды ұмытқан кісі деген атағы бар. Ешқашан ұмытпаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін 46 жыл өмір сүреді. 78 жасында қайтыс болады. Мәдина әл-Мунауара, сол Мәдина жерінде қайтыс болады. Енді бұл кісіге байланысты бір қиссаларды айтып берейін. Бұл кісі айтады, біз аш болып қиналатын кездеріміз болатын еді дейді. Енді жаңағы асхабу суффа, пайғамбарымыз мешітінде сабақ алған сахаба ғой. Сөйтіп аш қалдым дейді. 3 күн тамақ ішкен жоқпын. Тек су мен құрмамен жүрмін дейді. Ол да ұзаққа апармайды. Бір ыстық тамақ жеу керек деген сияқты. Күш азайып кетті, әлсіреп кеттім. Сөйтіп жүгіріп барып мешітке бардым дейді. Сол жерде отырған сахабалардан сұрадым дейді. Жейтін бір нәрсе бар ма? Аш қалдым деп. Олар да аш болып, түнде ұйықтай алмай, ұйқы жоқ, ұйқы келмейді. Олар да оянып отыр екен, ұйықтай алмай. Олар да аш. Сөйтіп айттым дейді, олай болса бәріміз жиналып пайғамбарға барайық саллаллаху алейхи вассалам. Сол кісіден сұрайық. Сөйтіп түннің бір аны пайғамбарға бардық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам есікті ашты. Сұрады дейді, не болды, не келіпсіздер, не болып қалды, тыныш па деп. Айттық дейді, Алла Расулы, аш болып кеттік, біз ұйықтай алмай жатырмық. Ілімді ала алмай жатырмық, оқи алмай жатырмық, үйрене алмай жатырмық, аш болып қалдық. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әр қайсымызға екі құрмадан берді дейді, екі құрмадан. Сөйтіп мен бір құрманы жедім де, бір құрманы анама сақтап қойдым дейді. Пайғамбар байқап қалды дейді. Ана неге жемейсің деп сұрады. Сонда айттым дейді жаңағы анамға. Оны да же деп айтты дейді. Жедім, сосын анама бөлек тағы екі құрманы берді дейді. Сондай кездерді өткіздік дейді. Басқа бір оқиғасында Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, аш болдым, қанша күннен бері тамақ жеген жоқпын, жолда келе жаттым дейді. Жайлап қарап қоям дейді. Сахабалардан үйіне қонақ қылатындар бар ма деп. Сөйтіп Омар радиаллаху анхуды кездестірдім. Омар радиаллаху анхудың қасына барып, я Омар радиаллаху анху, намек қылдым дейді. Алла тағала Құранда аштарды тойдыру, оларға көмек қылу туралы аяттарды білесің бе деп сұрадым дейді. Бірақ намек қылып тұрмын дейді, мен ашпын деп. Сөйтіп Омар радиаллаху анху үйіне жүгіріп барып кіріп, жазылған аяттарды алып шықты дейді маған. Міне осындай сүренің осындай аяты деп. Бірақ ол кісі түсінген жоқ дейді, мен аш екенімді. Жақсы деп кеттім дейді. Сөйтіп мешітке бардым, мешітке барсам, сахабалар, жаңағы асхабу суффа, сол мешіттегі жатқан, оқып жатқан шәкірттер, олар тамақтан ішіп алған дейді. Мен кеш қалып қойдым. Ыдысқа барып қарасам, ыдыста тамақ қалмаған дейді. Тап-таза қылып, сүннеттеп жеп қойған. Құладым дейді жаңа аштан. Аш болып құладым, дірілдеп жатырмын дейді аштықтан, дірілдеп. Қараңызшы қалай жеткізген хадистерді. Сөйтіп аш болып, қиналып, Алла үшін, дін үшін, бірақ қанша жыл өтті, уақыттар өтті, оқып жатырмыз осы кісілердің себебімен. Алла разы болсын баршасынан. Пайғамбардың хадисін жеткізіп беріп тұр ғой бізге. Сол үшін Құранда бостан-босқа айтпайды ғой Алла Тағала. Радияллаху анхум ва раду анху. Алла, яғни Алла айтады, мен дейді, олардан разы болдым дейді, сахабалардан. Олар да менен разы болды дейді. Яғни мен олардан разымын дейді. Аят бар олар үшін. Сөйтіп дірілдеп жатырмын дейді. Жаңағы тамақ жеп алған достарым дейді, қасымдағы бауырларым бірге оқиды. Олар қасымнан өтіп бара жатып айтады дейді, мұны не болып қалды маған? Ауру ма, өлейін деп жатыр ма? Біреу келіп аяғымен мені түртеді дейді, мұны өліп қалды деп жаңағыдай. Ашпын дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп, мені бас жағымнан ұстап көтеріп, тұрғызды дейді мені. Аш екенімді білді, және бір ыдысты сұрады дейді жаңағы. Тап-таза болып қалған ыдыс, әкелді. Бір ыдысты алдырды, қараса төбінде бір нәрсе қалған дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі мұбарак саусағымен бүйтіп ішін тазалап маған жегізді дейді пайғамбардың өзі. Жеп бітпейді жаңағы тамақ. Негізі жоқ ішінде. Пайғамбардың мұғжизасы. Үшінші бір оқиғасын айтайын, тоже солай аш қалдым дейді. Ойлап отқан шығарсың, ну ашпын, не аш бола береді. Алла үшін аш болған. Алла үшін. Сөйтіп аш болып қалдым, пайғамбардың қасында отырған едім. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір ыдыс, бір кесе кішкентай сүт келді дейді.
сүт. Сол сүт келді, сосын пайғамбарымыз бастамай жаңа сүтті ішпей тұрып айтты дейді. Асхабу суффа, жаңа бауырларыңды мешіттегі оқып жатқан шәкірттерді шақырып айтты дейді. Мына сүттен ішсін олар да. Сөйтіп мен кеттім дейді жайлап мешітке қарата. Бірақ ойлап келе жатырмын дейді. Олар ішетін болса бізге жетпей қалады ғой. Пайғамбар бастап ішкенде сосын мен жалғастырып құттай болса да аз болса да ішсем қалғандарын өздері бөлісіп алатын еді деп ойлар келіп жатыр дейді жаңа. Ашпын дейді. Мешітке бардым, жаңа жігіттерді шақырдым дейді мешіттегі шәкірттерді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірінші соларға берді дейді, ішіңдер деп. Бәрі ішіп жатыр. Бәрі тойғанша ішті дейді. Альхамдулилля деп кекіріп жатыр дейді. Тойдық ыдыстан. Мұғжиза, пайғамбардың мұғжизасы. Сосын барып пайғамбар маған берді дейді. Іш, я Абу Хурайра. Іштім дейді. Сосын пайғамбарға бердім дейді. Енді ойлап аз ішейін, пайғамбарға да жетсін деп. Пайғамбар тағы да айтты, іш деп. Сөйтіп екінші рет іштім, үшінші рет іштім. Ішкізіп жатыр дейді. Сосын айттым дейді, Алла Расул жетеді, болды, жарылам қазір. Тойдым уже, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Сосын барып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі ауыз тиді дейді. Сосын ыдысқа қарасақ, ана сүт әлі солай тұр дейді бетінде. Пайғамбардың мұғжизасы. Көрдіңіз бе? Бұл жерде нені түсінсек болады, пайғамбар өзі бастап ішкен де жоқ. Бірінші өзін емес, өзгені ойлап тұр ғой, солар бірінші қарындар тойсын. Сосын Абу Хурайра радиаллаху анху ішкізді, ішіп тойып ал деп. Ол тыңқиып тойып ал деген сөйтке. Сосын барып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі ішті дейді. Көрдіңіз бе? Абу Хурайра радиаллаху анху былай дейді, мен дейді, Бақара сүресінің 159-шы және Әл-Имран сүресінің 187-ші аяттары болмағанда, осы сүрелердің осы аяттары болмағанда, мен хадисті риуаят етпес едім дейді. Ашып қарасаңыздар болады, қазақша перевод немесе орысша перевод. Кім қай тілді түсінсе. Бақара сүресінің 159 және Әл-Имран сүресінің 187-ші аяты болмағанда, мен хадисті риуаят етпейтін едім дейді. Түсінікті ме жамағат? Енді бұл қысқаша бір не болды? Абу Хурайра радиаллаху анху туралы өмір баяны болды. Енді келдік хадиске. Не дейді хадисте? فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرٍ. Абу Хурайра радиаллаху анхудың бөлмесі, өзінің жататын бөлмесі мен анасының бөлмесі, сол екі есік бір-біріне қарама-қарсы еді дейді. قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا فَقَالَ. Қашан Абу Хурайра радиаллаху анху бір шаруалармен, бір жұмыстармен сыртқа шыққан кезде, өзінің бөлмесінің есігін ашып, қарама-қарсы тұрған анасының есігіне барып, қасына барып, былай деп айтатын еді дейді анасына. Ассаламу алейки я уммата ва рахматуллахи ва баракатух. Ей анашым, Алланың сәлемі, берекесі, рахметі, мейірімі сізге болсын. Ей анашым деп айтамын дейді анасына. Уже анасы мұсылман болды. Дінді қабылдады. Фатақулу, сол кезде анам өзінің бөлмесінің есігін ашып, маған былай деп жауап беретін еді. Ва алейка я бунайя ва рахматуллахи ва баракатух. Ей балам, саған да Алланың сәлемі болсын, Алланың берекесі болсын, Алланың рахметі болсын, анам маған жауап беретін еді. Фаяқулу, сол кезде мен былай деп айтатын едім дейді анама. Бір-біріне дұға қылып жатыр ғой енді. Үйден шықпай тұрып осыны қылатын еді дейді. Рахимакиллах кама раббайтини сағира. Былай деп айтамын дейді. Мені кішкентайымнан өсіргеніңіз үшін, я анам, мені кішкентайымнан өсіргеніңіз үшін бағып-қағып өсірдіңіз, адам болдыңыз. Алла сізді мейіріміне бөлесін деп осы дұғаны айтам дейді Абу Хурайра радиаллаху анху. Айтқан және де. Фатақулу, сол кезде анасы естіп, былай деп жауап береді екен. Рахимакаллаху кама барартани кабиран. Қартайған кезімде маған жақсылық жасағаның үшін Алланың берекесі, Алланың кешірімі, Алланың рахымы, Алланың жақсылығы барлығы саған болсын деп анасы баласына дұға қылады екен. Көрдіңіз бе? Алла өмір жасын ұзақ қылсын, тілеген дұғаңды қабыл қылсын деген сияқты жақсы-жақсы сөздерін айтып бір-біріне сөйтіп дұға қылады екен. Бұны қылсақ болады. Әке, кеттім мен мектепке дейді мысалы. Жолың ашық болсын, Алланың сәлеметі болсын, қайда жүрсің жолың ашық болсын, аман бол деген сияқты дұғаларды қылып жіберуіміз керек негізінде. Сахабалар солай қылатын болған. Сумма ида арада ан ядхула санаа мислаху. Сөйтіп Абу Хурайра радиаллаху анху анасына дұғасын қылады, сәлемін береді, дұғасын алғаннан кейін шығып кетеді дейді сыртқа. Сөйтіп қашан оралады, қайттан осы жоғарыда айтылған нәрсені қайттан айтатын еді дейді. Ассаламу алейки ва рахматуллахи ва баракатух. Анам саған Алланың сәлемі болсын, береке болсын, тағы басқа сөйтіп. Міне осыны қылсақ болады.
Біз қазір білмейміз ғой, баланың үйден қашан шығып кеткенін білмейміз, қашан келгенін де білмейміз, қыз не істеп жүр оны да білмейміз. Бейхабар болып қалдық қой. Неге? Ол дұрыс емес, біліп отыруымыз керек. Әсіресе қызды біліп отыруымыз керек. Не істеп жүр, қайда, сағат неше бұл? Ертең сол үшін Алла Тағала бізден сұрайды. Сұрайды. Неге жақсы есім қоймадың деп сұрайды. Жаңағы қызды ұясына неге қондырмадың? Балаңа, қызыңа неге дінді үйретпедің деп бізден сұралады. Бірақ оқымаған намаз үшін бізден сұралмайды. Уәлә тазиру уәзирату визра ухра аятына байланысты. Ешкім күнәсін көтеріп кетпейді деген нәрсе бар. Яғни балаңыз намаз оқымаса, сіз ертең жауапты, жаңағы оқымаған намазының күнәсі сізге ілінбейді. Бірақ айтпағаныңыз үшін Алла Тағала сізден сұрайды. Неге үйретпедің? Неге айтпадың деп ашуланатын болады Алла Тағала. Бірақ ол намаз оқымады, енді күнәсін сен іліп аласың, сен онымен бірге тозақ кетесің деп не қылмайды Алла Тағала. Әркім өзінің жасаған күнәсі үшін өз жауап береді. Бірақ үйретпедіңіз, айтпадыңыз, жасы 7-ге келді, жасы 12-ге келді. Пайғамбар өзі айтады, 7 жасқа дейін, немесе сол 7 жаста және басы жасап нетіп тұрған бала болса, 7 жаста, бірақ 12-13 жастағы баланың басы бар. Бастап кете берсін намазын жайлап дейді. Бастап кете берсін. Ал 7 жасқа дейін келді, әлі бала, бірақ сол кезде оған уже үйрет дейді. Намаз бастамаса да әлі 12-ге дейін жасы бар әлі. Бірақ үйрете бер дейді. Құлағына жайлап алтын сырға қылып айта бер. Намаз деген нәрсе бар. Сөйтіп үйрет. 12-ге келіп, 13 жасқа келіп оқымаса, жайлап құйрығынан жалпақ тілмен айтпай қояйық, жұмсақ тілмен айтайық, сипалап қой дейді, бүйтпейді. Балаңның жайлап бүйтіп. Видео түсіріп тұр, енді қатты айтпай қояйық. Үйрет дейді балаңа. Себебі ертең ол оқымай кетіп кәпір болып кететін болса, намаз оқымай бейнамаз болып кететін болса, қиын болады. Ал оқымаған үшін өз жауап береді күнәсіне. Түсінікті ма, жамағат? Соңғы хадис. Ан Абдиллах ибн Амр радийаллаху анхума قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Бұл сахаба айтады, бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі келді дейді. Юбайиху аля хижрати ва тарака абавайхи ябкияни. Сөйтіп жаңа кісі келіп Пайғамбарға айтты дейді, Алла Расул, мен хижрет қылдым, мен көшіп келдім қасыңызға, осы жерге келдім. Бірақ ауылдағы әке шешем қалып қойды, ауылда жылап қалды. Мені жібергісі келген жоқ. Бірақ мен олар тыңдаған жоқпын, өзінше болып тұру мақтанып, келдім қасыңызға, осы жерге көшіп келдім деп айтқан уақытта, фақала, Пайғамбар былай деп айтты дейді, саллаллаху алейхи ва саллям, ирджи илейхима, бар қайттан кет келген жеріңе, ва адахикхума кама абакайтахума, қалай екеуін жылатып тастап кеткен болсаң, қазір қайттан барып ауылыңа екеуін жылатқандай қайттан мәз қыл деп айтқан екен. Қалай жылатып кеткен болсаң, енді барып мәз қыл оларды. Оларды разы қыл. Олардың разылығын алып, дұғасын алғаннан кейін барып келсең болады деп тұр ғой. Оларды разы қылмай тастап кетіп келгеннің пайдасы жоқ деп тұр. Олар жылап жатыр ма? Үлкен күнәлі іс. Жылатпа оларды. Болды жамағат. Нәсіп етсе келесі сабақ жалғастырамыз. Енді соңғы сабағымызда айтқанымыздай қиссалар айтатын едік қой. Соларды айтып берейік. Соны күтіп отқан шығарсыздар. Қашан басталады, қиссасы қашан басталады? 3 қисса дейді. Алла разы болсын. Айтайық сол 3 қиссаны. Үф деген шығарсыздар. Бітті деп. Енді олай айтпайсыздар. Кішкене бүгін бір ауырып отырмын енді, кешіресіздер. Не, жаңағы аллергия бар, мына саусақтар ісіп, нетіп. Альхамдулилля. Бұрын сахабалар ауырмаса жылайды екен. Алланың назарынан қалып қойдық па, не болып қалды, Алла назарынан шығарып жіберді ме бізді деп қорқады екен. Негізі басыңа проблема келсе, ауырсаң или басқа проблемалар келсе, қуан дейді керісінше. Демек, бұл менің күнәларыма жасаған кафарат. Сабыр қылсам, Алла күнәмді кешіріп жүреді. Құранда уабаширис сабирин, сабыр қылғандарға жұмақ болсын, оларды қуандыр дейді. Сол үшін басыңа проблема келмей ме, ауырмайсың ба, күшті болып жүрсің ба, қорыққан дұрыс екен. Ойбай, не болып қалды деп. Бірақ проблеманы, ауруды, өлімді сұрап алмаңдар дейді. Уәлә тақутулу анфусакум, өз-өздеріңді өлтірмеңдер. Уәлә тулқу би айдикум иля тахлукати, жамандыққа, проблемаға өздеріңді лақтырмаңдар дейді. Демек, Алланың назарындамыз. Алхамдулилlah. Біріншісі Муса алейхиссалам туралы. 3 қисса бар. Біріншісі бір пайғамбар туралы дедік, екеуі 2 әулие туралы, әулие кісі туралы. Біріншісі сол Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам бір күні Алла Тағалаға
не қылып жаңағыдай жалбарынып дұға қылып сұрайды екен: я Аллахым, жұмақтағы менің көршім және жұмақта менімен бірге дос болатын адам кім деп сұрайды пайғамбар Муса алейхиссалам. Сол кезде Алла тағала уахи қылады екен: я Муса алейхиссалам, бір ел бар, сол елде бір ауыл бар, сол ауылға кіре беріс жерде бір дүкен бар, соның ішінде қызмет қылатын бір адам бар, соған бар деп айтқан екен. Муса алейхиссалам жолға шығады, сапарға шығып барып іздеп тауып, жаңа ел табады, дүкен табады. Сөйтіп ішіне кіріп қараса, бір жас жігіт қызмет қылып жүр екен. Жас жігіт, мұсылман бір адам, ет сатады, тағы басқа шаруалармен айналысып жүр дейді. Сөйтіп Муса алейхиссалам ассаламу алейкум амандасады, ва алейкум ассалам жауабын алады, бірақ өзінің Муса алейхиссалам екенін айтпайды. Бұл кітаптарда жазылып кеткен. Айтпайды да, отырады. Енді ана кісі ұзақтан кетіп тұрған кісі екенін біліп, қонақ екенін біліп, құдай қонақ, сөйтіп дастархан жайып, күшті қылып, әдемі қылып қызмет жасайды. Муса алейхиссалам дастарханда. Бірақ жаңа жігіт қызмет жасап жүріп, ана бір бұрышта отырған бір қарт кісіге де қызмет қылады екен, афаға, әжеге. Оған да жүгіріп барып қызметін қылады, жүгіріп келіп Муса пайғамбарға да қызметін қылады. Сөйтіп Муса алейхиссалам байқайды сол нәрсені. Ана жас жігіт үлкен анаға, жаңағы әжеге, апаға барған сайын, қызметін қылған сайын, әже мәз болып, апа, үлкен кісі мәз болып, жаңағы жігіттің құлағына бір нәрселер сыбырлап айтады екен. Сөйтіп жаңағы жігіт әмин, әмин деп жауап қайтарады дейді. Муса алейхиссалам осының бәрін көреді. Сосын барып енді сұрайды ғой, шақырып алады да: мен Муса пайғамбармын дейді. Жаңа жігіт ойбай дейді. Енді сыртта естіген ғой, иман қылған, мұсылман болған, бірақ көрмеген. Сіз ба келіп қалған, қош келдіңіз, анау мынау. Сосын айтады екен: жаңа бір нәрсені байқадым, сен ана үлкен кісіге барып қызметін қылғанда ол мәз болады, құлағына бір нәрселерді айтады, сен әмин әмин деп жауап қайтарасың. Бұл не деген кезде былай деп айтқан екен: я Муса алейхиссалам, Алланың сәлемі болсын сізге, мына кісі, үлкен апа, қарт кісі, бұл менің анам деп айтады екен. Менің анам. Мен оның баласымын. Басқа да балалар бар еді, олардың барлығы тастап кетті. Ешқайсысы қызметін қылмайды. Жалғыз мен қыламын бұл анамның қызметін. Және мен ол кісіге қызмет қылған сайын, анам менен разы болып былай деп айтады дейді: балам, мен сенен разымын. Жаңа құлағына сыбырлаған дұғасы сол екен. Мен сенен разымын. Алла, Раббың, яғни Раббымыз сенен разы болсын. Және жұмақта Алла тағала Муса пайғамбармен сені дос қылсын, көрші қылсын деп дұға қылады екен. Сол кезде мен бұны естігенде әмин әмин деп айтатыным сол дейді: я Аллахым, қабыл қыл ананың дұғасын деп. Бұл бірінші қисса. Көрдіңіз бе, ананың дұғасы. Разы болды, бір дұға пайғамбармен көрші қылып қойды сені. Разы болды, мәз болды, бір дұға қылды да пайғамбармен сені көрші қыл. Наразы қылып, жылатып, ренжітетін болсаң, бір дұғасы бар, сені Фирғауынмен дос қылып қояды тозақта керек болса. Жатасың Фирғауынның қасында. Алла сақтасын. Анау хадисті оқыдық қой, Бухариде, Джурайдж. Білесіздер, Джурайджді. Бір дұға қылады, қалай кәсек кіріп кетеді. Оны басқа уақытта айтамыз, нәсіп етсем. Келесісі, енді әулиелердің басына келген оқиға. Екіншісі, Уайсыл Қарани, рахматулла алейх. Уайсыл Қарани бұл кісі табиғин болған, табиғиндардың ұлықтарынан болған, ең мықты табиғин болған. Пайғамбармен бірге, саллаллаху алейхи вассалам, бір заманда өмір сүрген, бір ғасырда, бірақ пайғамбарды көре алмаған, көре алмай кеткен. Бір ғасырда өмір сүреді, сол үшін бұл кісі табиғин. Егер көрсе пайғамбарды, сахаба болатын еді. Бұл кісі пайғамбарды көрмеді, бірақ көрген кісілерді көрді, сахабаларды көрген үшін табиғин болды. Бұл Уайсыл Қарани деген кісі Қаран деген жерде тұрады. Бұл Йемен деген ел бар, соның ішінде Қаран деген бір жер бар. Түйе бағатын кісілер екен бұлар. Түйелер бағады. Жалғыз түйе анасы болады, тоже ауырып, төсек тартып жатқан кісі. Сөйтіп бұл Уайсыл Қарани деген табиғин, рахматулла алейх, анасынан рұқсат алады ғой: я анам, анашым, рұқсат етіңіз, мен пайғамбарды бар көріп келейін. Сыртта иман қылған, көрмей тұрып иман қылған, бірақ енді бір барып көрейін, сіз үшін дұға сұрайын, тағы басқа. Анасы айтады: балам, сен мен жағдайын көріп тұрсың. Бүгін ертең Алла біледі, кетіп қалуым мүмкінмін. Сенен басқа адам жоқ. Жалғыз түйе сен барсың. Тамағымды бәрін әкеліп беріп жатқан сенсің енді. Себеп сенсің. Рұқсат етемін, барасың, көрсең көрдің пайғамбарды, көрмесең ана жақтарда жүріп қалма, іздеп қайтасың үйге дейді. Үйіне бар, қайттан кел дейді. Болды. Болды анашым, болды.
құлдық дейді, әміріңе құлдық. Сөйтіп жолға шығады, қанша уақыт жүріп барады, ұзақ. Пайғамбардың үйіне барады да, соңында пайғамбардың үйіне жетеді. Ассаламу алейкум, амандасады, пайғамбар сұрайды, пайғамбар бар ма екен үйде деп. Сонда екі түрлі риуаят бар. Айша анамыз есікті ашады дейді, екінші риуаятта Фатима анамыз дейді. Біреу ұшым ашты есікті. Сөйтіп айтады екен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгін үйде емес. Ол кісі міне мешітте деп көрсетеді екен. Міне мешітте дегені арасы бір жар, бір дуар болды. Бүйтіп бұрылса болды, пайғамбарды көреді. Үйден шығып бір-екі шаг пайғамбарды уже көреді. Сонда жаңағы кісі қатты не қылып қалады енді. Қанша уақыт, қанша жол жүріп келді де, анасының сөзі есіне келеді. Барасын үйіне, көрсең көрдің, көрмесең қайттан қайт деді ғой. Сол сөзден шықпай берген уәдесіне тұрып, анамның сөзі жерде қалмасын деп қайттан қайтады ғой. Бір-екі шаг жүрсе пайғамбарды көреді, соны жасамайды. Біз болсақ отырып аламыз ғой. Көрмесем кетпеймін деп. Қайда пайғамбар деп айқай шығарып жаңағы мысалда. Көремін деп, дуар тесіп өтіп бара жаңағы. Қайда пайғамбар деп. Басқа біреудің үйіне өтіп кетті мысалы. Сенің дуарың екен ғой деп. Ошын көру керек қой бізге не болса. Жаңа кісі өтпейді, қайттан қайтады. Анасының сөзін жерге тастамайды да, берген уәдесіне тұрып кетеді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи кешке келеді, үйге келеді де сразу деп бүйтіп бір дем алады ғой. Кім келді үйге дейді. Сосын сұрайды, Айша анамыз болсын, немесе Фатима анамыз, Алланың Расулы, бір кісі келген еді, сіз қайдан біліп қалдыңыз? Бір Қаран деген бір жақтардан, бір Еменнің жақтарынан, сол жақтардан бір кісі келді. Сізді іздеп келді де, бірақ көрмегесін, сізді кетіп қалды. Сонда айтқан екен, бұл иіс маған таныс иіс. Мен анау Исра Миғраж оқиғасы бар ғой. Сол уақытта тозақтыға кірді пайғамбар, тозақтың ішін бәрін көріп шықты, азаптарды көріп шықты, жаңа қалай азапталынатын адамдардың. Сөйтіп жұмаққа да кірді пайғамбарымыз. Сол жұмаққа кірген уақытында жұмақтың ішінен осы бір иіс шыққан еді деп айтқан екен да. Бұл иіс содан таныс маған. Сөйтіп пайғамбар бәрін біледі ғой. Сұрап та келеміз, біліп тұр Алла Тағаланың құдіретімен, несімен. Үстіндегі шапанын, сол Исра Миғраж кезінде киген шапанын шығарып, бүктеп, сахабаларға аманат қылады. Мынаны сол кісіге жеткізіп апарып берді дейді. Сол шапан әлі күнге дейін бар. Сол шапан жаңа сахабалардың сахаба сөйтіп, ең соңында соның біреу ішінде Омар радиаллаху анху, бұл хадисте айтылады, имам Муслимде болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омар радиаллаху анхуға айтады, сен бір елге барасың дейді. Сол жерде бір адам болады дейді. Кезінде бір ауырған, ана жұқпалы тері аурусымен, бірақ одан жазылған денесінде бір із қалады. Соны танисың деп, мына Уайсыл Қараниді айтып кетеді ғой пайғамбар. Соған мына шапанды аманат қылып тастайсың дейді. Және басқа сахабаларына да айтқан, ішінде Али радиаллаху анху бар. Қашан кімде-кім Уайсыл Қараниді көрсе, одан дұға алсын деп айтқан ғой пайғамбарымыз. Кімге айтқан? Омар сахаба, Али радиаллаху анху, сондай сахабаларға айтып кеткен керек болса. А бұл кісі сахаба емес, табиғин. Бұл кісінің дұғасы қабыл деп тұр ғой. Барған жерлерде көп отырмайды екен, елде көп қалмайды екен, көшіп кете береді дейді бұл кісі. Неге? Бәрі біліп алған ғой бұл хадисті. Жүгіріп барып іздеп дұға сұрай береді екен де, дұғаңыз қабыл болды деп. Сөйтіп көп тұрмайды бұл жерде, көшіп кете береді жер. Қараңызшы, анасына қылған құрметі, сол жаңағы шапан Түркияда қазір, Стамбулда. Бір мешіт бар, Уайсыл Қарани деген сол мешіт салынған, соның ішіне жаңағы шапанды сақтап қойған. Ол шапан жылда бір рет Рамазанның 15-нен 27-сіне дейін, жаңағы қадір түніне дейін шығарады сол шапанды, халыққа көрсетеді. Әлі күнге дейін бар бұл шапан, әлі күнге дейін келе жатыр. Әкесі қайтыс болып кеткен кісі бұл сахабаның, жаңа бұл табиғинның Амир деген әкесі болған, ерте айырылады, сөйтіп жаңа анасының қасында қалады. Анасының бір дұғасымен қараңызшы, қандай дәрежелерге жеткен. Али радиаллаху анхумен бірге Сиффин деген соғысқа қатысады ғой. Сиффин деген соғыс бар. Сол соғыста Али радиаллаху анхуның қасында, жанында болады бірге. Сол соғыста жан тапсырады, қайтыс болады. Сөйтіп бұл кісінің денесін алып кету үшін бір риуаятта 3, бір риуаятта 7 адам келеді. Яғни 7 елден келеді, табыттарымен. Мына кісіні алып кетеміз, өзіміздің ауылға апарып, елге апарып жерлейміз. Бұл атақты кісі, табиғин деген сияқты тағы басқа. Сөйтіп табытқа салады, жерленеді. Сол жерлеген кісілердің барлығы мәз болады енді. Біз өз елімізге апарып жерледік, ану-мұны деп. Сөйтсе, бұл кісінің денесі, мәйіті 7 табыттан табылған ғой бір уақытта. Сондай керемет көрсетіп кеткен.
Әулиелерде керамет болады, пайғамбарларда мұғжиза болады. Кераметул әулия, кераметул олардың кераметтері хақ. Құранда аят бар олар туралы, жаңағы кераметтің бар екені туралы аят бар. Сол үшін сондай керамет көрсетіп кеткен екен. 7 табыт ашып, мәз болып шығарып, жуындырып, кебіндеп жерлеген ғой. Сол 7-інен де шыққан екен де денесі. Сол үшін Түркияға барсаңыз, олар мақтанады біздің елде оның денесі деп. Мына Сирия жаққа барсаңыз, ол жақтардағылар мақтанады бізде деп, жерде деп. Жаңағы жерленіп жатыр деп. 2004 жылы шатаспасам, немесе 2014 жылы 2014 жылы шатаспасам, жаңағы Игил, Дағиш дегендер бар ғой. Солар сол қабірді жарып жүрді. Вайсыл Қаранидың қабірін, ана денесін қарау үшін. Бірақ таба алмады. Алла өзі сақтап қояды да. Сондай. Түсінікті ма? Бұл екінші. Үшіншісі. Айтайық па? Бұл кісі әулиелерден болған енді. Табиғин болмаған. Баязид Бастами рахметулла алейх әулие кісілерден болған. Бұл кісі үшін адамдар, ғалымдар былай деп айтады: Султанул арифин, әулиелердің сұлтаны деген атағы бар. Бұндай дәрежеге қалай жетті бұл кісі? Әулиелердің сұлтаны деген дәрежеге қалай жетті? Бір күні анасы, бұл әулие жас бала болады, ол кезде түнде оянып, анасы су сұрайды. Су әкеліп бер дейді. Бірақ бұның шын есімі Тайфур. Тайфурым дейді. Кел, бір шөлдеп қалдым, бір су әкеліп берші деген уақытта жаңағы кісі, мына Баязид Бастами, су іздейді. Үйінде су бітіп қалған екен. Сөйтіп анам шөлдеп жатыр ғой деп оянып, тастап жылы несін төсеген. Далаға шығып қаншама жаңағы сағат бойы су іздеп кетеді. Анам шөлдеді, соған бір су әкеліп берейін деп. Қазіргідей емес енді. Қазір ашсаң су ағып жатыр ғой енді. Оңға бұрасаң жылы су, ыстық су, салқын су деген сияқты жаңағыдай. Ол кезде ондай жағдай жоқ. Сөйтіп жүріп суды алып келеді де, келіп үйге келіп қараса, анасы ұйықтап қалған екен, демалып. Шөлдеп ұйықтап қалған. Сөйтіп анасын оятпайды. Қасында бас жағына отырып, суды құшақтап, жылытып, ұйықтамай күтіп отырады оянғанын. Сөйтіп күтеді. Күтіп, сосын намаздың уақыты келеді, анасы оянады, оянып қараса, жаңа баласын көреді, бас жағында отқан суды жылытып. Сұрайды ғой: Тайфурым, сен ұйықтаған жоқсың ба, демалған жоқсың ба, не істеп отырсың? Сіз су сұраған едіңіз ғой, үйде су таба алмады, бітіп қалған екен. Анау жүріп суды алып келдім, іздеп тауып. Деп суды ұзатқан кезде анасы ішіп, мәз болып дұғасын қылады. Балам дейді, мен сенен разымын. Алла сенен разы болсын. Алла разы болсын сенен. Маған жасаған қызметінің мәйвасын, жемісін Алла саған көрсетсін дейді. Және Алла сені мына арифин, әулиелердің сұлтаны қылсын дейді. Содан қалған екен, Султанул арифин, әулиелердің сұлтаны деп. Бұл шынымен сондай кісі, өте ұлық бір әулие кісі. Ана несін айтқанмын, оқиғасын. Бір кіммен кездеседі, христианмен, папазбен, 40 сұрақ қояды. Екіншісі болмаған 1, үшіншісі болмаған 2, төртіншісі болмаған 3 деп кетеді сондай сұрақтары. Ол не деп сұрайды ол соңында? Екіншісі болмаған 1, ол не дейді? Сөйтіп сұрақтар көбейтіп, 40 сұрақ қояды. Сол кісі ғой міне, жауап береді бәріне осы кісі. Енді Джунайд Бағдади деген кісі айтады, бұл да әулие кісі, рахметулла алейх, былай дейді, мына Баязид Бастами, рахметулла алейх туралы. Баязид Бастамиден дейді, рахметулла алейх, анасына алған дұғасынан кейін, оның дәрежесі, оның мақамы сондай көтерілді, әулиелердің ішіндегі мақамы, мәртебесі, дәрежесі Баязид Бастамиден. Джабраил алейхиссаламның басқа періштелердің арасындағы дәреже сияқты дейді. Қалай жетті бұған? Анасының бір дұғасы. Болды осымен. Сол үшін не істеуіміз керек? Бәріміз нәсіп етсе осы сабақтан кейін телефонымызды алып, немесе үйге барып, анашым деп қолынан сүйіп, аяғынан сүйіп, әкешім деп мойындайынан сүйіп, дұғасын алуымыз керек екен. Дұға қылыңызшы. Ертең қайтып туып кетсе кеш болады. Или сен бұрын кетіп қалсаң, яғни Алла ұзақ өмір берсін. Өлім тілеп жатқан жоқпын ешкімге. Кеш болып қалады. Сол кісінің бір дұғасы ғой. Разымын балам сенен деді ма, болды, құтылдың. Сосын ұзақтағылар звондап, анашым, әкешім, қалайсың? Не болып қалды мына балаға деп айтпайды ғой. Мәзі болады да. Ана бір видео көргем, мамасына апа деп айтады екен, қанша жылдан бері. Білетін шығарсыздар? Апа деп айтады екен. Анасына анам, анашым, даже мама деп те айтпаған ғой, апа деп жүре берген. Бар ғой ондай адамдар, апа дейді, тәте дейді біреулер. Алла сақтасын.
Сөйтіп жаңағы передачада отырады, звондап бір мама деп, анам деп айтып көрмедіңіз бе дейді. Сол звондап анашым дейді ғой. Қанша жылдан кейін анашым деп айтқан кезде анасы жылап жүреді. Ей балам дейді, қарның аш емес пе дейді. Әкеліп бүкіл адам тыңдап отыр. Ана айтып отқан кісі үлкен кісі. Қарның аш емес пе? Амансың ба? Жүрген жерің аман ба? Бір анашым дейді, сонда жаңағы кісі де жылап жүреді. Қараңызшы. Бір сөз қалай не қылады. Алла разы болсын. Уақыттарыңызды алсақ кешіресіздер. Алла разы болсын баршаңыздан. Аналарымыз, әке шешелеріміз аман болсын, өмір жастарын ұзақ қылсын, Алла тағала дұғаларын қабыл қылсын, өмір жастарын ұзақ қылып, қате кемшіліктер болса, енді пендеміз, инсанбыз, қателесеміз, Алла тағала күнәларын кешірсін, Алла баршамыздың күнәмізді кешірсін, бүкіл мұъмин мұсылмандардың күнәсін кешірсін. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله قال